Маңғыстау облысында мұнай қалдықтары төгілген 10 полигон тазартылды. Жергілікті мұнай кенішінде кеңестік кезеңнен бері 47 гектар жер ластанған, қазір оның 6 гектары залалсыздандырылды. Бүлінген топырақты қайта өңдеуге компания 7 миллиард теңгеден астам қаржы бөлген. Кен орнына қоғам белсенділер мен эколог мамандар барып атқарылған жұмыс нәтижесін көрді. Кезінде бұл жерлерге 350 мың тоннадай мұнай төгілген, оларды тазарту 2024 жылы аяқталады деп жоспарланған. Айта кетейік, 2019 жылдың тамыз айында сала министрлігі мен ұлттық компания бірлескен меморандум жасады. Мұндай ауқымды іс-шаралар соның негізінде жүзеге асырылып жатыр. Меморандумның мақсаты Маңғыстау өңірінде орналасқан тарихи ластанған қалдықтарды жою болып табылады. Экологиялық талаптарға сәйкес жүргізіп жатыр. Яғни заң бұзушылық болған жағдайда сот органдарына жүгіру арқылы біз ондай нелерді болдыртпаймыз. Алға қарай да бұл жұмыстар біздің қатаң бақылауымызда болатын болады.